Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі қаржылық сауаттылық курсындағы тақырыбымыз күнделікті шығындарды азайту жолдары. Қазіргі заманда адамдардың көпшілігі ақша жетпейді деп шағымданады, бірақ мәселе көбінесе табыстың аздығына емес, ақшаны дұрыс басқармауда екенін біз өткен курста айтып кеткен болатынбыз. Күнделікті шығындарды азайту бұл тек үнемдеу емес, саналы қаржылық тәртіп қалыптастыру, болашаққа тұрақтылық құру болып табылады. Күнделікті шығындарды азайту үшін шығындарды бақылау ең басты қадам болып табылады. Кез келген үнемдеу бақылаудан басталады. Егер сіз қайда ақша келіп жатқанын білмесеңіз, онда оны азайта алмайсыз. Сондықтан ең бірінші қадам күнделікті шығындарды жазу. Ол қалай жүргізіледі? Мысалы, дәптерге жазып жүру, Excel, Google Sheets'ті қолдану компьютерден немесе телефондағы интернеттен, мобильді қосымша пайдалану. Бұл сізге қай категория көп ақша жеп жатқанын көруге көмектеседі. Қажетсіз шығындарды анықтауға көмектеседі. Шығындарды үш категорияға біз бөлеміз: міндетті шығындар, қосымша шығындар және артықша шығындар деп. Міндетті шығындарға біз тамақ, коммуналды қызмет, жол ақысы, дәрі-дәрмектерді жатқызамыз. Қосымша шығындарға киім, техника, білім сияқты шығындарды жатқызамыз. Білімге жұмсалатын шығындарды жатқызамыз. Артық шығындар бұл кейде люкс шығындар деп те аталады. Бұларға кафе, мейрамхана, ойын-сауық, импульсивті сатып алулар жатады. Негізгі үнемдеу дәл осы үш санаттан басталады. Қажет пен қалау айырмашылығын біз қалай ажырата аламыз? Мысалы, қажет дегеніміз ол өте маңызды сатып алуға жатады. Қалау дегеніміз аяқ астынан біз соны қалап алғымыз келеді, оны алу керек пе, жоқ па, соны біз анықтау үшін көбінесе 24 сағат ережесін пайдалануымыз керек. Қазір мен алдағы кезде сол 24 сағат ережесін түсіндіріп кетемін. Көп адамдар ақшаны қажеттілікке емес, эмоциямен жұмсап қояды. Шығын жасаудан алдын маған бұл керек пе, әлде жай ғана қалап тұрмын ба деген сұрақты өзіңізге қоюыңыз керек. Мысалы, телефон алғыңыз келіп тұр, бірақ ескісі жұмыс істеп тұр. Қалау, жаңа телефон алғыңыз келіп тұр, бірақ ескісі жұмыс істеп тұр. Қажет заттар, одан да қажет заттар, мысалы, сізге дәрі-дәрмек, азық-түлік керек. Бұл принцип шығынды күрт азайтады. Бюджетті жоспарлағанда ай сайын алдын ала жоспарын құрып отыру бұл қаржылық тәртіптің негізі болып табылады. Табыс түскен бойда кемінде 10-20% жинаққа бөліп отыру керек. Күнделікті өмірдегі нақты үнемдеу тәсілдері, мысалы, азық-түлікті алдын ала жоспармен сатып алу, тізімсіз дүкенге бармау, көтерме сатып алу деген сияқты. Коммуналдық қызмет, жарықты, мысалы, коммуналдық қызмет бойынша жарықты өшіріп жүру, суды үнемдеу, көп ағза бермей, энергия үнемдейтін лампалар қолдану деген сияқты мәселелерді қарастыру керек. Байланыс және жазылымдарға келетін болса, қажетсіз тарифтерден бас тарту, мысалы, жазылымдарды тексеру, қолданбайтын сервистерді өшіріп тастау керек. Импульсивті сатып алуды тоқтату керек. Ол импульсивті сатып алуды тоқтату үшін біз 24 сағат ережесі, 72 сағат ережесі дегенді білуіміз керек. 24 сағат ережесі дегеніміз бұл қарапайым, өте тиімді қаржылық әдет. Егер ертеңіне де қалауың өшпесе, сонда ғана сатып алуға болады. Эмоциямен сатып алмау керек. Импульсивті сатып алу эмоцияға негізделген. Дүкенде немесе сайтта бір нәрсені көргенде мидың сыйақы орталығы дофамин шығарады. Сол эйфория сізді тез шешім қабылдауға итермелейді. 24 сағат өткенде эмоционалды толқу басылады. Бұл кезде көп жағдайда қалау өздігінен жоғалады. Үлкен сатып алуларда 72 сағаттық ережесін қосу керек. Мысалы, машина, үйлерді сатып алған кезде 72 сағат ойлану керек. Осындай
эмоциямен сатып алмау осындай ережелерді пайдаланудың арқасында зерттеулер көрсеткендей импульсивті сатып алулардан 70-80% неге сатып алдым деген өкінішпен аяқталып отырғанын көреміз. Бұл ереже ақшаны үнемдеудің ең қарапайым, бірақ ең күшті әдістерінің бірі. Демек, қалау мен қажеттілікті ажырату үшін біз 24 сағат немесе 72 сағат ережесін көбірек қолданғанымыз дұрыс. Кэшбэк және жеңілдіктерді қолдану, кэшбэк карталарын қолдану, дүкендердегі акцияларды пайдалану, қаржылық әдеттерді қалыптастыру, күнделікті шығынды азайту бір реттік әрекет емес, ұзақ мерзімді әдетке айналдыру керек. Күн сайын есеп жүргізіп отыру керек, ай сайын талдау жасау керек, мақсат қою мәселелерін қалыптастыру керек. Бір айдан кейін нәтиже көріне бастайды. Жиі жіберілетін қателіктер бар ақшаны соңына дейін жұмсап қою, жинақ жасамау, несиеге тәуелді болу, кішкентай шығындарды елемеу. Міне сондай қателіктердің нәтижесінде айдың соңында ақша жетпей қалады, қаржылық стресс пайда болады. Енді бүгінгі тақырыпты, бүгінгі сұрақты қорытындылаған кезде күнделікті шығындарды азайту дегеніміз бұл табысты арттырмай қаржылық жағдайды жақсартудың ең тиімді жолы. Есте сақтау керек, ақша бақылауды жақсы көреді, жоспар тұрақтылық береді, тәртіп байлыққа апарады. Енді қысқа формула бар: бақылау бірінші, екінші талдау, үшінші қысқарту, төртінші жинақ, бесінші өсу. Міне бүгінгі тақырыпқа осылай жауап беруге болады. Каналға жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.